Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мерекелік дастархан дайындаймыз. Барлығының жасалу жолы өте тез. Бұл жерде тортты біз ешқандай пісірмейміз. Барлығы тез дайындалады және өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 2 сағатта 2 салат, 2 десерт, закуска, компот және фруктовый нарезка дайындаймыз. Осының барлығын міндетті түрде қайталап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл тортты біз пісірмейміз, бұл тортты біз печеньеден жинаймыз. Бұның жасалу жолы жеңіл. Ең бастысы бізге қажетті бұл сливки 33%, 200 мл жеткілікті болады. Жақсылап взбивать етеміз. Және 200 грамм 9% бізге сүзбе творог қажет болады. Сливкиді творогқа қосамыз, 2-3 қасық жеткілікті болады. Блендермен взбивать етемін. Барлығын бір массаға айналдыру қажет. Ал сливкиге қант пудрасын қосамыз. 3 үлкен қасық жеткілікті болады. Тағы да взбивать етеміз. Соңында творогпен және де сливкиді екеуін араластыру қажет. Жақсылап взбивать етіп болғаннан кейін тортымызды жинаймыз. Бізге 2 түсті печенье қажет болады, біреуі шоколадты, біреуі қарапайым сары печенье. Енді менде малиновый сироп, сіз кез келген сиропты қолдансаңыз болады. Осылай батырып аламыз және де осылай жинаймыз. Жалпы хамле печеньесін қолданырақ дұрысырақ болады екен, рахаттан қарағанда. Себебі рахаттікі кішкене қаттырақ, ұзағырақ жібейді. Хамленің печеньелары кішкене воздушный болып келеді. Бір бетін жиналғаннан кейін крем, екінші сары түсті печеньені саламыз, тағы да крем. Одан кейін қайтадан қара түсті шоколадтыны саламыз және қайтадан крем. Осылай барлығын жинаймыз. Ал ортасына келген кезде енді печеньеларды сындыруға тура келеді, себебі сыймай кетеді. Бетіне кремді жасаймыз. Жалпы әдемілеу ол өзіңіздің идеяңыз. Кез келген әдемілеп тортты әсемдесеңіз болады. Келесі бұл бізде салат өте жеңіл, жасалу жолы қиын емес. Ең алдымен 3 жұмыртқаны, аз ғана тұзды және де жарты қасық сұйық майды араластырамыз да осылардан блинчик дайындаймыз. Жұмыртқадан блинчик дайын болғаннан кейін оны осылай тураймыз. Келесі 200 грамм тауық филесін, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприканы салып, жақсылап араластырамыз да сковородкада қуырып аламыз. Піскенге дейін және оны да ұзындап тураймыз. Келесі 2 қияр, 2 қиярды да соломкаға турау қажет. Барлығын ыдысқа жинаймыз. Мен салатный листья қолдандым. Бұл жерде салатный листья міндетті емес, қаласаңыз 40 қабатты, яғни капустаны қолдансаңыз да болады. Ал соңында бізге қажет болады жүгері. Бұл консервированный. Және де майонез. Майонез болмаса сметана қолдансаңыз болады. Бірақ егер сметана қолдансаңыз, онда лимон согын қосқаныңыз дұрыс. Аз ғана майонез қосамын, себебі көп қосудың қажеті жоқ, салаттың дәмін бұзып жібереді. Мінекей, осымен біздің салатымыз дайын. Келесі бұл бізде закуска балық.
Жасалу жолы қиын емес, себебі бұл балықтар бізде морозильникте тұздалып тұрады алдын ала. Тек қана ұнға осылай малып аламыз да, жан-жағын просто қуыра береміз. Ыстық қыздырылып тұрған майда екі жағынан жақсылап қуырып аламыз. Және де дастарханға қояр алдында астына салатный листья, үстіне помидор черриді әдемілеп қоямын. Және де егер де бар болса, қызыл пиязды турап әдемілеп қоюға болады. Келесі бізде екінші салат. Бұл салаттың жасалуды жолы өте тез. Ең бізге қажетті заттар бұл болгарский перец сары. Оны да ұзындап тураймын. Келесі қиярды тураймын. Қызыл пияз, полукольцы, жартысы ғана қажет. Сиыр етін өте жіңішке жұқа қылып тураймыз, және де қуырып аламыз. Бұл салат негізі теплый салат болып жүру керек, сол себепті дастарханға берер алдында ғана қуырасыз және дайындайсыз. Салатный листья. Енді соусын дайындаймыз. Соус өте керемет шығады. Жалпы менің каналымда осы заправка бар. Міндетті түрде қайталап көріңіздер. Ол оливковое масло, лимон, дижонская заправка, қара бұрыш, және де бал, және де уксус болды, ол винный уксус. Барлығын жақсылап араластырамыз. Басында май мен дижонский араласпай тұрады, бірақ көп араластар берген кезде міне осылай бір масса өте әдемі болып шығады. Құйып, жақсылап араластырып шығамыз. Осы заправканы міндетті түрде қайталап көріңіздер, менің каналымда бар. Бұл заправканы дайындап қойып, бірнеше сағатқа қолдансаңыз да болады. 21 күн тоңазытқышта сақталады. Міне салатымыз дайын. Тек мына басындағы черриді соңында дастарханға берер алдында бетіне әдемілеп саламыз. Келесі бізде кекс. Жасалу жолы жеңіл. 2 жұмыртқаны, 100 грамм қантты, және де аз ғана тұзды, 60 грамм сұйық майды жақсылап араластырамыз. Оған 100 грамм айранды қосамыз, жылы болу қажет. Тағы да араластырамыз. Кейін шоколадты қосамын 100 грамм. Жоқ болса қосу міндетті емес. «150 грамм ұн, оған жарты қасық разрыхлитель және жарты қасық ас содасы, және де какао қосамын 80 грамм. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын. Енді кексті 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Енді оған біз кремді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм сливки 33%, 5 үлкен қасықтан қант пудрасы қажет. Жақсылап араластырып взбивать етеміз.
Келесі творожный сыр қосамын. Ол 150-200 граммның көлемінде. Міндетті түрде сливкиді қатты взбивать етпеу қажет, себебі құртып аламыз да крем тұрмай қалады. Ал енді кремді әдемілеп кекісқа оформлять ете береміз. Келесі мұздатылған тоңазытқышта тұрған вишнядан компот дайындау. Ол өте қарапайым. Суды қайнатып аламын да ішіне қоя саламын. Мінекей осымен біздің дастарханымыз дайын. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер. Пікірлеріңізді комментарияда қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.